Bir стакан кайнамаган судан блини жасадым десем сенесизби? Эгер рецепти керек болса, видеонун соңуна дейин көрүңүздөр. Баршаңызга кайырлуу күн достор. Bir стакан судан блини жасайбыз. Бизге керек bir дана жумуртка, шым-шым туз, кант өз каалооңузча косасыз. Мен 2 ас кашык кант костум. Эгер таттуу болгон кааласаңыз, одан да көбөйтүүгө болот. Кант эригенче венчикпен аралаштырабыз. Немесе вилка менен аралаштырууга болот. Енді электен өткізілген алдын ала дайындап қойған 1 стакан унубузду саламыз. Изинен 1 стакан кайнамаган суу косамыз. Жакшылап аралаштырабыз. Bir ас кашык сүйүк майымызды да косуп аралаштырабыз. Осындай сүйүк масса дайын болот. Енді оны пişirip аламыз. Табамызды орташа отқа қойып кыздырамыз. Және ішін сүйүк маймен бір рет қана майлаймыз. Табамызға сүйүк массамызды bir ожаудан құйып, 2 жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Жұмсақ, шеттері қатып қалмайтын, бір жасағаннан ақ ұқсап шығатын блиниларымыз дайын. Рецепт ұнаған болса, маған лайк басып, тіркелуді және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған тәтті рецепттер каналы.